Сәлем YouTube, назарында қарапайым қазақ арнасы. Бүгінгі видеода біз барлығымыз көрген головоломка атты мультфильмдегі қателіктерді айтатын боламыз. Видео басталмай тұрып арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Ал мұндағы бірінші қателік ол ыстырақ қызды тоқтатады. Сол кезде көзінен қарасаңыздар, шнурдың түсі ақ болып тұрады. Ал келесі кадрда шнурдың түсі қараға айналып кетеді. Бұл қалай сонда? Екінші қателікте қызға брокколи беріп тұрады. Сол кезде қыз оны лақтыра салады және столда біреу ғана тұрады. Ал біраздан кейін қарасақ, столда бақандай үшеу тұрады. Ал келесі қателікті айтатын болса, қыз қорқып бөлмесінде жатады. Сол кезде есігі ашық тұрады. Ал біраздан кейін мамасы жабық есіктен кіреді. Келесі қателік мына жерде бір сөмке тұрады. Бірақ келесі кадрда сөмке жоғалып кетеді. Бұл жерде ыстырақ қорқып қағаздың барлығын құлатып алады. Ал келесі кадрда қағаздар азайып қалады. Ал одан кейін кадрда мүлдем қағаздар жоғалып кетеді. Мына жерде шар салынып тұрған зат қырымен тұр. Ал келесі жерде ол түк болмағандай орнын ауыстырып тұр. Ал келесі қателігіміз рас пинг-понгнан көріп артынан қуады. Осы кезде біз тележкалардың барлығы 3 слойдан құралғанын көре аламыз. Содан кейін пинг-понгға әдістен қашпақшы болады. Бірақ 3 слойлы тележкалар көп слойлы болып кетеді. Бұл қалай сонда? Пинг-понгға билеп тұрып аяғын ауыртып алады. Сондықтан ол жылайды. Бірақ ол одан жас емес, конфет ағады. Жерге конфеттер көп төгіледі. Ал бірақ келесі кадрда конфеттер мүлдем азайып қалады. Пинг-понгға қағазға айналып бара жатқанда, оның қолы ақырындап түсе бастайды. Ал бірақ келесі кадрда оның қолы өз орнында тұрады. Бұл қалай сонда? Достар, бүгінгі видеоның соңына да келдік. Видеоға міндетті түрде лайк басып, пікір жазып, және де достарына таратыңдар. Ал бұл қарапайым қазақ. Сау болыңдар достар.